Балалы болуын қалаған адам осы көркем есімді күніне 40 мәртеден қайталасын. الأول 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 Ең әуелгі, ең бірінші. Ол ең бірінші әрі ең әуелгі. Балалы болуын қалаған адам осы көркем есімді күніне 40 мәртеден қайталасын. Ал егер осы есімді 40 жұма бойы 1000 реттен қайталаған жан мынандай қасиетке ие болады. Егер жолаушы болып, осы көркем есімді қайталап жүрсе, еліне абырой құрметпен аман оралады. Егер осы көркем есімді көп қайталаса, зиян зардаптардан аман болады. Сонымен бірге Алла тағала осы көркем есімді көп қайталаған адамның тілегін қабыл етеді. Бізге жеткен деректерде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, төсегіне жатарда: «Уа Алла, сен ең біріншісің, сенен бұрын ештеңе болған емес. Сен ең соңғысың, сеннен кейін ештеңе жоқ. Сен жоғары тұрушысың, сеннен жоғары ештеңе жоқ. Сен төмен тұрушысың, сеннен төмен ештеңе де жоқ. Бізді қарыздан арылтып, кедейліктен құтқар» дейтін болған.